Қайырлы күн достар, сіздермен қазір осындай красотаны қалай тігу керек екенін үйренетін боламыз. Бізде бұл махаббат көрпесі ромбик болып тігілген, шетінен мынандай 3 қайтара тігілген, жемчугтар тігілген, матамыз айвари түсті. Видеоның соңында дейін қараңыздар, сіздерге түсінікті болу үшін подписка жасап кетіңіздер. Ал кеттік. Мінекей, мынау қазір көрпе жасап жатырмын. Мынау қазір данный момент махаббат көрпесі. Обычный жамалатын көрпені осылай жасаймын. Мына жерде менде синтефон 15 метрлік. 15 метрлік қалындау. Мына жерде 20 метрлігін алса да нормально болады. Мінекей, мынау синтефон, мынау ватин. Ватинді мен астына. Мынау шыт қой, шыт жағына қойып жатырмын, а синтефонды бет жағына. Пушистый.